Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жақсылық бос мейрамхананы қоштасқандай баяу аралап өтті. Тыныштық құлаққа ауыр әсер етті. Паркеттегі әрбір қадам жүректе ауыр жаңғырық тудырды. Бүгін ол қызметкерлермен есептесті. Тек азық-түлік қоры ғана қалды. Және ол азық-түлік қорын бірнеше күннен кейін жинап, қандай да бір панаға апаруды шешті. Бұл оған осы қиын сәтте бір жақсылық жасағандай сезім сыйлады. 5 жыл бұрын өмір дәмі мейрамханасы салтанатты түрде ашылды. Сұхбаттар, журналдардағы мақалалар, алғашқы қонақтардың таңданысқа толы пікірлері. Жақсылық өз баласы іспеттес мейрамханасын мақтан тұтып қана қоймай, онымен өмір сүрді. Әдемі декорациямен безендірілген зал, ерекше тағамдар, мұқият қызмет көрсету, бәрі де осындай талғампаздық жанашырларын тартатын. Алайда жетістік алдамшы болып шықты. Дәл 1 жыл бұрын ірі фастфуд мейрамханасы ашылды. Жарқын маңдайшалар, көптеген жарнама, балалық шақтан таныс иістер, адамдар лег-легімен сонда ағылды. Арзан және жылдам тамақ бәрін жаулап алғандай болды. Жақсылық өзін ұзақ уақыт тыныштандыруға тырысты. Бұл уақытша, адамдар мәңгілік бір типті гамбургерлерді сүйе алмайды. Адамдар нағыз дәмге қайта оралады деп сенді. Бірақ уақыт өтті. Ол келушілер саны азая берді. Басында фастфудты кінәлады. Содан кейін ол өзінен кінә іздей бастады. Және оны тапты. Мәселелер бәсекелестің ашуынан әлде қайда бұрын басталған болып шықты. Оның оң қолы және өзіне сенімді адамы болған аспаз басқа мекемеге ауысуға дайындалып жатқан. Ол көндіруге және параға салынды. Тіпті мейрамханамен қоштасып үлгерген сияқты еді. Бірақ кетер алдында өзінің ізін қалдыруды шешті. Бірнеше ай бойы ас үйден шыққан тағамдар тұрақты клиенттердің көңілін қалдырды. Жақсылық мұндай жағдайдың болуына жол бергені үшін өзін ұзақ уақыт сөкті. Ақыры ол тағамдардың бірін татып көргенде ұялды. Бұл естеліктердің ащы демі оны әлі күнге дейін мазалайды. Аспаз дереу жұмыстан шығарылды. Бірақ оның жұмысының салдары өз жемесін беріп үлгерді. Тұрақты қонақтар келмейтін болды. Жақсылықтың жағдайды өз қолымен түзету әрекеттері сәтсіз аяқталды. Ол жаман пісірмеді, бірақ талғампаз тағамның мінсіз болуы керек мейрамхана үшін жеткіліксіз болды. Енді мұның бәрі естеліктерде ғана қалды. Ол бос залдың ортасында тұрып, айна қабырғалардағы өз бейнесіне қарады. Бұрын ол жерден табысты, өзіне сенімді адамды көретін. Қазір ол өз кемесін су бетінде ұстай алмаған, шаршаған ер адамды көрді. Бірақ оның басында жоспар пісіп жетіліп келеді. Ол берілер емес. Ертең жаңа күн басталады. Сонымен бірге оның жаңа өмірі. Жақсылық кабинетте ойға шомылып отырды. Мейрамхананы сату ол үшін айқын шешімге айналды. Мекемені сан-салтанатсыз бос қалдыру ол көтере алмайтын. Фастфуд пайда болған кезде алынған алғашқы несие оның үстінде ауыр жүк болып тұрды. Егер ол сатып алушы таппаса, қайтаруға ештеңе болмайды. Мейрамхана қараңғы және қараусыз қалған сияқты көрінді. Ондағы бәрі оның жеке жағдайын бейнелегендей. Сату үшін көп нәрсе жасау керек еді. Бөлмені жинау, жуырда ғана даяшылар үзіліс кезінде демалған ауланы ретке келтіру, кабинет терезесінен естілген күлкілер басқа өмірден шыққан естеліктер сияқты алыс болып көрінді. Ол үстелдегі қағаздардан көзін алып терезеден сыртқа қарады.
Аулада бұталардың артында бірдеңе жылт етті. Жылдам тұрып, Жақсылық оны тексеру үшін сол жаққа бет алды. Қалың бұлттардың артында ол әйел мен қызды байқады. Әйел қорқып, ыңғайсызданғандай көрінді. Ал қыз оны қорғаныш іздегендей құшақтап тұрды. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, бірақ сіз неге мұнда жасырынып жүрсіз? Жақсылықтың даусы жұмсақ, бірақ таңданыспен шықты. Әйел көзін көтеріп, жай ғана жауап берді. Кешіріңіз, біз енді мейрамхананың жұмыс істемейтінін білмедік. Қыздар бізге әрқашан тамақ әкелетін. Біз кетеміз. Ол бұрылып кетпек болды. Бірақ Жақсылық оны тоқтатты. Тоқтаңыз, сізде тұратын жеріңіз жоқ па? Ол басын төмен түсіріп, әрең естілетіндей етіп, «Иә, бірақ бұл уақытша, мен бірдеңе ойлап табамын», деді. Бір сәт Жақсылық ойланып қалды. Ол кәдімгі үйсіз адамға ұқсамады. Оның жүзі нәзік, әдемі және анық еді. Оның ауырсынуға толы көздері өмірінде бір ауыр нәрсе болғанын айтып тұрды. Ал не болғанын сұрауға батылы жетпеді. «Сіздерге қандай қыздарым көмектесті?» деп сұрады ол. Әйел оған алаңдаушылықпен қарады. «Сіз оларды жазалаңыз келе ме?» «Әрине жоқ. Жай білгім келеді». Тамара, шаттық және мейірім деп атады ол есімдерді. Оның сөздерін оның сенімді даяшылары растады. «Айтыңызшы, сіз тәртіп орната аласыз ба?» деген сұрақ әйелді таң қалдырды. «Менің ойымша, кез келген әйел мұны істей алады», деп абайлап жауап берді ол. «Жүріңіз менімен, сізге бір нәрсе ұсынғым келеді», деді Жақсылық, оған мұқият қарап. Әйел оған күдікпен қарады, бірақ қыздың қолынан ұстап, оның соңынан ерді. Олар үнсіз мейрамханаға кірді. Жақсылық есікті ашып, әйел мен қызды ішке шақырды. «Көріп тұрсыз ба? Мұнда бәрі қандай мұңды және қаңырап бос қалған», деді ол бос бөлмені қолымен көрсетіп. «Мен сізге осында тұруды ұсынғым келеді. Ал азық-түлік сізге ұзақ уақытқа жетеді. Сіз асықпай барлығын ретке келтіре аласыз». Әйел оған таңданыспен қарады, бірақ үндемеді. «Сіз қалағаныңызша тамақ жасай аласыз», деп жалғастырды Жақсылық. «Және мен айтқанша осында бола аласыз. Әрине, артқы есіктің кілті сізде болады. Қалаған уақытыңызда шыға аласыз. Тазалауға керектінің бәрі бар. Менің кабинетімдегі диванда ұйықтай аласыз. Шкафтан жастық пен көрпе табасыз». Оның еріндері әлсіз күлімсіреп дірілдеді. «Мұнда бәрі жарқырап тұрады, уәде беремін», деді ол баяу, сәттілікке сенуге қорқатындай. Жақсылық оған бөлмені көрсетіп, азық-түліктің тазалау құралдары мен ыдыстардың қайда екенін түсіндірді. Содан кейін сәл кідіріп оған бұрылды. «Кешіріңіз сұрағаным үшін», деп бастады ол абайлап. «Бірақ сіз үйсізге мүлдем ұқсамайсыз. Сізге не болды?» Әйел мұңды күлімсіреді. «Менің атым Айнаш», деп таныстырды ол. «Менің күйеуім біздің үйге басқа әйелді әкелді. Оларға толық бақыт үшін тек бала жетіспеген сияқты. Ол менің қызыма ешқашан қызықпаған. Оған тек мәртебе маңызды». Ол қыздың басынан жұмсақ сипады. Жақсылық қабағын түйді. Оның айтуынша отбасы әдемі болуы керек еді. «Мен үшін әзірше өз Мәдинамды қорғауға мүмкіндігім жоқ, сондықтан тентімін». Ол басын шайқап ауыр күрсінді. «Бұл бірінші және соңғы оқиға емес. Білесіз бе, үйленген кезде бәріңіз қайда қарайсыздар?» деп сұрағым келеді. Айнаш оның ойын түсінгендей, әрең байқалатындай күлімсіреді. «Мен сіздің не ойлап тұрғаныңызды түсінемін», деді ол сабырлы түрде. «Бірақ ол әрқашан мұндай болған жоқ. Біз танысқан кезде мен небары 20 жаста едім. Мен жақында мемлекеттен пәтер алдым.
Біз үй сатып алу үшін оны саттық. Күйеуім де ақша салды, әрине. Енді ол сол үйде басқа әйелмен тұрады, ал менің баратын жерім жоқ. Жақсылық үндемеді. Оның әңгімесі ащы және тым таныс естілді. Ол өзінің алдында жағдайға байланысты сынған, бірақ әлі де күресуге дайын күшті адам тұрғанын сезді. Жақсылық кабинеттің есігінің тұтқасын ұстап, сәл күлімсіреді. Жарайды, мен сізді жалықтырмаймын. Ол қадам жасады, бірақ бірдеңе есіне түскендей бұрылды. Кабинеттегі үстелдің жәшігінде менің телефоным бар. Сол жерде нөмірі бар, визиткалар бар. Егер бірдеңе керек болса, қоңырау шалыңыз. Айнаш кенеттен оның қолын жұмсақ ұстады. Айтыңызшы, неге мейрамхана жабылды? Ол соншалықты танымал еді, жақсы орын еді. Жақсылық ауыр күрсінді. Осылай болды. Тек әйелдер ғана сатқындық жасайды деп ойлайсыз ба? Жоқ, достар да, жұмыс берушілер де сатқындық жасайды. Бірақ ештеңе етпейді. Мен бірнеше аптаның ішінде сатып алушы табамын деп ойлаймын. Оның көз қарасы жанаршылыққа толы болды. Бірақ ол басқа сұрақтар қоймады. Жақсылық өзін жеңіл сезінгендей шығып кетті. Неге екені белгісіз, Айнаш оған жақын адам сияқты көрінді. Оның және қызының қаншалықты шаршағанын көріп, олардың демалуына кедергі келтірмеуді шешті. 3 күннен кейін ол олардың қалай екенін білу үшін мейрамханаға қайта келді. Жақсылық кірген кезде таң қалды. Барлық үстелдер бір қабырғаға қатар қойылған, орындықтар мұқият жиналған және еденде шаң жоқ еді. Сізде мұнда нағыз тазалық жұмыстары жүріп жатыр, деді ол күлімсіреп. Айнаш олардың алғашқы кездесу күніне қарағанда әлде қайда жақсы көрінді. Оның жүзі сергек, ернінде күлкі ойнады. Біз тырыстық, деді ол қарапайым түрде, көзін басқа жаққа бұрып. Жақсылық бөлмені мұқият қарап шығып, бұрышта жайылған үстелді байқады. Түскі ас та дайын ба? Деп таңғалды ол қасын көтеріп. Айнаш ұяла басын изеді. Сізде соншалықты көп өнім бар және олар өте жақсы. Шыдай алмадым, деп мойындады ол. Кішкентай Мадина сол кезде ыдыс аяқтарды жақсы көңіл күймен жайып жатты. Соншалықты тырысып жұмыс істегендіктен тілінің ұшы да шығып кетті. Жақсылық күлімсіреуден өзін тия алмады. Олар үстелге отырған кезде ол таң қалды. Тамақ соншалықты дәмді болып шықты. Тіпті оның мейрамханасының ең жақсы кезінде де мұндай тағам дайындалмаған еді. Сіз қайда оқыдыңыз? Деп сұрады ол Айнашқа таңданыспен қарап. Ол күліп, бұрымынан шығып кеткен шашын түзеді. Оқыдым ба? Жоқ, жай ғана тамақ дайындау менің сүйікті ісім. Егер мүмкін болса, мен тәулік бойы ас үйде отырар едім. Маған кәдімгі өнімдерді ерекше тағамдарға айналдыру ұнайды. Жақсылық оған қайтадан қарап, ойланып қалды. Оның басында жаңа жоспар қалыптаса бастады. Неге мен сізді бұрын кездестірмедім? Мүмкін бірге осы мейрамхананы көтере алар едік. Айнаш оған мұқият қарады. Ал қазір кеш емес пе? Деп абайлап сұрады ол. Ол көзін басқа жаққа бұрды. Мен мұндай тәуекелге бара алмаймын. Жақсылықтың дауысы тұншығып сыбырға жақын естілді. Бірақ оның шиеленісі сезіліп тұрды. Егер бізде ештеңе шықпаса, менің үлкен қарыздарым қалады. Мен оларды қайтара алмаймын. Ол тікелей қараудан қашқандай жан-жағына қарады. Ал оның қолдары үстелдің шетін уайыммен сипады. Айнаш ауыр күрсініп, тыныштыққа толы жайлы залды мұқият қарап шықты. Қабырға шамдарының жұмсақ жарығы мен бос үстелдердің бәрі оның ішкі мұңын көрсеткендей болды. Өте өкінішті, деп сыбырлады ол.
Оның даусында қайғы естілді. Маған сіздің мейрамханаңыз әрқашан ұнайтын. Білесіз бе, мен күйеуіммен бірнеше рет мұнда келгенбіз. Басында үйленген кезде. Ол сөзін тоқтатты. Оның дауысы дірілдеді. Айнас көз жасын жасыруға тырысып бұрылып кетті. Бірақ көзін бірден сүрте алмады. Оның нәзік тұлғасы бір сәт кішірейіп, содан кейін қайтадан түзелді. Ол әңгімені аяқтау үшін күш-жігерінің қалдықтарын жинағандай болды. Жарайды, уайымдамаңыз, деді ол. Оның даусында жасанды қаталдық естілді. Мен барлығын ретке келтіруге үлгеремін. Тек кетуге тура келсе, мені алдын ала ескертіңізші. Жақсылық басын изеді. Бірақ қосатын сөз таппады. Ол оған мұңын да ауыр екенін, ол соңғы сәтке дейін ғажайыпқа үміттенгенін айтқысы келді. Бірақ тамағы қысылып, сөз артық көрінді. Ол осы әңгімеден кейін мейрамханаға бірнеше рет келді. Жай ғана көлікте отырып, маңдайшаға қарап, оны алғаш рет қуанышпен және мақтанышпен иілгенін есіне алды. Мейрамхананың жақын арада 12 болмай қалады деген ой кеудесінде тұйық ауырсынуды тудырды. Белгіленген күн келді. Таң жақсылықтың көңіл күйіне бейімделгендей сұрғылт болды. Ол мейрамханаға сатып алушымен бірге келді. Ірі банктың иесі өткір көзді, қымбат, бірақ қарапайым костюм киген беделді ер адам. Оның көмекшілері заңгері және жақсылық кәсіби жылжымайтын мүлік бағалаушысы деп ойлаған адам ертіп жүрді. Олар мейрамханаға іскерлік көзқараспен кірді. Жақсылық оларға әрбір бөлшек сүйіспеншілікпен жасалған, өзінің аумағында соншалықты дөрекі жүрмеуін айтуға деген ұмтылысын әрең басты. Ол сатып алушыны зал аралатып, көрсетіп, түсіндіріп, содан кейін бағаны айтты. Беделді ер адам жақсылыққа жеңіл күдікпен қарап, қасын сәл көтерді. Алдымен қарап шығамыз, содан кейін сөйлесеміз, деді ол іскерлік көзқараспен. Олар мейрамханаға кірген кезде жақсылық мақтаныш сезімін сезбей тұра алмады. Бөлмеде керемет тазалық орнады. Қабырғалар бойына мұқият құйылған, үстелдерді жаңа гүлдер безендірді. Тағамның жеңіл хош иісі жалға жағымды сіңіп жатты. Банк иесі иісті сезіп, таңданыспен жақсылыққа қарады. Жақсылық толқуын білдірмеуге тырысып, сабырлы түрде күлімсіреді. Жоқ, мейрамхана жұмыс істемейді. Бұл жай ғана ерекшелік. Бүгін сіз үшін арнайы дайындалды. Отырыңыздар, өтінемін. Ол бәріне жеке өзі бақылау жасау үшін ас үйге асықты. Кабинетте есігі ашық тұрды. Теледидардан мультфильм қосулы болды. Ал Мадина өз шығармашылығына беріліп, жарқын бірдеңе салып жатты. Айнаш ас үйде еді, бірақ оның жүзі алаңдаушылықты білдірді. Ол бозарып, шиеленіскендей көрінді. Не болды? Деп сұрады жақсылық лезде сақтанып. Ол көзін көтеріп баяу айтты. Сіздің қонақтарыңыздың арасында менің күйеуім бар. Мені бәрінен айырған. Мадинаны тартып алғысы келетін адам. Жақсылық қатып қалды. Қалайша? Ол кім? Көк костюмдегі адам сіздің сатып алушыңыз. Жақсылық қабағын түйді. Қызық, оның мейрамханаға ақшасы қайдан? Бәлкім несие алатын шығар, дегенмен бұл маңызды емес. Қойыңыз, мен өзім шешемін. Жақсылық оның шешімділігі үмітсіз болды, бірақ ештеңе айтпады. 15 минут бойы залда назар аударылды. Қонақтар әрбір тілімді жеп рахаттанып отырды. Ақырында олардың бірі құралдарын қойып, мәссаған, барлығы дәмді болды. Тіпті бәрін қалай жеп қойғанымды білмедім, деді. Банк басшысы көк костюмдегіге басын изеді. Келісемін, сізге айтқым келеді.
Сіз бұл мейрамхананы сатып алсаңыз, осы тамақты дайындаған адамды сізбен бірге қалуын өтініңіз. Барлық көздер бірден жақсылыққа бұрылды. Сіздің аспазыңыз қайда? Деп сұрады қонақтардың бірі. Бұл нағыз шебер ғой. Сіз оны арнайы шақырдыңыз ба? Жақсылық иықтарының қалай шиеленскенін сезді. Сөздерді таңдап кідіріп қалды. Дәл осы сәтте Айнаш залға кірді. Оның жүзі зейінді болды. Бірақ көзінде табандылық оқылды. Ол жағдайдың қиын екенін түсінді. Бірақ жасырынбақ ниеті болмады. Айнаш алға қадам басып, көк костюм киген ер адамның көзіне сабырмен қарады. Сәлеметсіз бе? Деді ол оған тіке бұрып. Сатып алушы оны танып, орнынан қарғып тұрды. Айнаш, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен мұнда тамақ дайындаймын, деп жауап берді ол тегіс. Өтінемін, айқайламаңыз. Оның жүзі ашудан бұзылды. Сен қашаннан бері дауыс көтердің? Айнаш иығын көтерді. Мүмкін сен менің пәтерімді тартып алғаннан бері шығар, немесе сүйіктіңді үйге әкеліп, мені баламмен көшеге лақтырған күннен бастап шығар. Жап аузыңды, деп ашуланды ол. Сахнаны бақылап отырған иесі оған таңданыспен қарап, содан кейін көзін жақсылыққа аударды. Бұл рас па? Деп баяу сұрады ол. Жақсылық баяу басын изеді. Иә, егер қаласаңыз кейінірек толығырақ айтып беремін. Банк басшысы ауыр күрсініп, қабағын түйіп, үндемей тұрып, батыл түрде, кешіріңіз, бірақ мен мұндай адамдармен істес болғым келмейді. Несиемен ештеңе шықпайды, деді. Жақсылық ұзақ уақыттан бері жеңілдеп қалғанын сезді. Ол Айнашқа бұрылып, содан кейін қайтадан банк басшысына қарады. Білесіз бе, мен мейрамхананы сату ойыннан айныдым. Айнаш сияқты аспазбен біз оны тез арада аяққа тұрғызамыз. Сатып алушы орнынан қарғып тұрды. Оның дауысы ашудан дірілдеді. Бәрің өкінесіңдер, ал сен жексұрын әсіресе. Мен сенің қызыңды тартып аламын. Сенде тұратын үйде ақша да жоқ қой. Жақсылық орнынан тұрды. Оның жүзі қатал болды. Сен мұнда қателесесің. Айнаш маған тұрмысқа шығады. Мадина біздің қызымыз болады. Мен сенің мұрныңды сындырмай тұрғанда кет бұл жерден. Сатып алушы сасып қалып, қарғыс айтып, мейрамханадан жүгіріп шықты. Айнаш шыдай алмай, қолы дірілдеп, баяу жылап жіберді. Жақсылық оған жақындап, иығынан құшақтап, жұмсақ. Бәрі жақсы болады, деді. Болып жатқанды бақылап отырған банк иесі кенеттен күлімсіреді. Жақсылық Төремұратұлы, деді ол. Мен сізге өте адал шарттармен несие беруге дайынмын. Бірақ бір шарты бар. Сіздің мейрамханаңызда мен үшін әрқашан орын қалдырыңыз. Жақсылық күліп жіберді. Ол Айнаш көз жасын сүртіп, ұзақ уақыттан бері алғаш рет күлімсіреді. 3 ай өтті. Мейрамхана залында өзгерістер аз болды. Бәрі бұрынғыдай жайлы және стильді болып қалды. Бірақ ас үйде нағыз төңкеріс болды. Айнаш бұл жерді қайта құруды талап етті. Бұл жер тәртіп пен функционалдылықтың үлгісіне айналды. Жақсылық өзінің бұрынғы даяшыларына қоңырау шалуды шешті. Тамара, Шаттық және Мейірім үшеуі де бірден жауап берді. Олардың көпшілігі басқа жерлерде жұмыс істесе де. Ертең көптен күткен ашылуы болатын. Сондықтан ас үйде жұмыс қызу жүріп жатты. Жақсылық бірнеше рет ас үйге кірді, бірақ оны бірден қуып шықты. Жақсылық кедергі келтірме, деп қатал айтты Айнаш. Нәтижесінде ол залдың ортасына отырып, айналасына қарады. Бәрі тазалықтан жарқырап, мінсіз көрінді. Бұл Айнаш еңбегі еді. Оның бөлшектерге деген мұқияттылығына таң қалмай тұра алмады. Кіргізбейді ме? Деп естілді оның жанынан нәзік дауыс. Оның жанына Мадина отырды.
оған байыпты түрде қарап, кіргізбейді деп күрсінді Жақсылық. Қайғырмаңыз, мені де кіргізбейді. Білесіз бе, анам тамақ жасағанда ол айналасындағы ешкімді байқамайды, деді Мадина. Жақсылық күлді. Сені деме? Иә, тіпті мені. Сенімді түрде басын изеді Мадина. Бірақ мен ренжімеймін. Анам жай ғана қызығушылығы жоғары адам. Оның сөздері Жақсылықты күлдірді. Мадинаның ересек сөздерді толық түсінбей, тырысып қайталап жүргені анық еді. Қазір олар Айнаш пен Мадина екеуі онымен бірге тұрады. Олардың бұрынғы күйеуімен есте қаларлық кездесуінен кейін Жақсылық олардың көшіп келуін талап етті. Ол адвокат тауып мүлікті бөлумен айналысты. Айнаштың бұрынғы күйеуі кедергілер келтірсе де, бүгін жақсы жаңалық келді. Айнаш еркін болып шықты. Ал бұрынғысы сатылған пәтердің үлесі үшін ақша аударды. Жақсылық Мадинаға қарап күлімсіреді. Ал егер балмұздақ жесек, жай отырудың не керегі бар? Бәрібір ас үйге кіргізбейді ғой. Мадина жанданып кетті. Иә, жүр, тек анам көрмесе болды. Ол кешке тәтті және майлы тағамдар зиян дейді. Жақсылық күлімсіреп басын изеді. Бірнеше минуттан кейін олар үстелдердің бірінде балмұздақ жеп отырды. Мадина күліп бірдеңе айтып жатты. Ал Жақсылық оны ықыласпен тыңдады. 1 сағаттан кейін Айнаш пайда болды. Ол есік алдында тоқтап, олардың кішкентай келісіміне күлімсіреп қарады. Бірақ жақындаған кезде оның көзі үстелге түсіп кетті. Ол аңырап басын ұстады. Мінсіз таза дастарханға ерген балмұздақ бөліктері жайылып жатты. Ол жанында бірнеше жабысқақ қасық пен шашылған салфеткалар жатты. Жақсылық кінәлі түрде ығын көтерді. Ал Мадина күлмеу үшін қолын ерніне басты. Анашым, біз жай ғана сәл алаңдап кеттік, деді ол көңілді түрде өзін қорғап. Естеріңнен адасқансыңдар ма? Сонша балмұздақ жегеніңіз? Деп айқайлады Айнаш. Бос балмұздақ қорабы мен үстелдегі жабысқақ қасықтарды қарап. Мадина күлкісін жасыруға тырысып, қолын бетіне басты. Ал Жақсылық өзін ақтағандай иығын көтерді. Біз тоқтай алмадық. Ол өте дәмді болды. Анашым, сен ренжіме, деп күліп қостады Мадина. Біз бәрін жинап қоямыз. Айнаш басын шайқады. Бірақ оның күлкісі оның қатты ашуланбағанын көрсетті. Жарайды, кетіңдер. Тек ас үйде маған кедергі жасамаңдар, деп қолын бұлғады ол. Жақсылық пен Мадина бір-біріне қарап, тағы ескертулер алмау үшін тез шығып кетті. Айнаш олардың артынан басын шайқап қарады. Содан кейін күліп жіберді. Кейінірек Айнаш барлық дайындықты аяқтаған кезде ол Мадинаның қайтадан қашып кеткенін байқады. Ол оларды жағалаудан қуып жетті. Олар кешкі аспан астында бай-барақат серуендеп жүрді. Айнаш демігіп олардың жанында жүрді. Біраз уақыт олар үнсіз тыныштықтан рахаттанып жүрді. Бірақ кенеттен Жақсылық тоқтап, Айнашқа бұрылып, бүгін мен барлық құжаттардың рәсімделгеніне қол жеткіздім. Сен енді еркінсің, деді. Айнаш оған мұқият қарады. Саған рахмет, Жақсылық. Сенсіз мен бұл істің соңына жете алмас едім. Ол күлімсіреді. Бірақ бір нәрсеге шешім қабылдағандай қосты. Ал сен енді некеге теріс қарайсың ба? Мұндай сұрақты күтпеген Айнаш. Білмеймін, бұл туралы ойламадым, деді. Жақсылық жақындап оның қолын жұмсақ ұстады. Ал сен ойлан. Ол бірдеңе айтуға үлгермей тұрып, ол өзіне қаратып қатты сүйді. Айнаш қатып қалды. Содан кейін оны жауап ретінде құшақтады. Олар ажыраған кезде Жақсылық баяу, тек ұзақ ойланба, мен Сақинаны да сатып алдым, деді оған ол қарап. Жақсылық, сен маған таңдау қалдырмайсың ғой, деді. Иә, мүлдем, деп күлімсіреді ол оған нәзіктікпен қарап.
Айнаш өмірінің ақырына дейін жетіспейтін мағына мен тыныштықты енді ғана таба бастағанын сезді.